Қайырлы таң баршаңызға. Біз таңғы ас ішіп жатырмыз. Чай с молоком. Баршаңыз достарыңыз дәмді болсын. Трамптың кітабын оқығалы жатырмын. Думай как чемпион деген. Бұрын оқымаппын. Тақырыбы ұнап тұр. Думай как чемпион деген. Және не грусти. Бұны оқып жатқанымды баршаңыз білесіздер, әлі аяқтаған жоқпын, әлі оқып жатырмын. Әдемі болып тұрсыз ғой? Сәлем достар. Проводим оқырмандары, ютубтағы тұрақты оқырмандары, проводим видео бәйгеге қатысып жатқан барлықтарыңыз білесіздер. Соған дауыс беруді сұраймын шын жүректен. Ол біз үшін маңызды. Рахмет. Қайырлы күн баршаңызға тағы да. Бүгіндікке мен күнімді көрген жоқ шығарсыздар, иә? Шай қояйын деп жатыр ғой. Біздің бөлме бүгін әдемі болып тұр. Міне. Иә? Иә. Өйткені біз мынандай шамдарды жағып қойдық. Мына жақта творческий беспорядок. Творческий беспорядок дегенде ол сіздің оқитын кітаптарыңыз? Иә, қазір оқитын кітаптарым. Ал мынау ол су. Өйткені ваннадан шыққанмын. Сондықтан іліп қойғанмын. Сондықтан бөлме тап-таза деп айтуға болады. Иә? Почти үй жинап болып қалдық, иә? Иә, почти болдық. Қазір сіңілім сыпырып жатыр. Коридорды сыпырам. И болдық. Үй жинап болып қалдық почти. Содан кейін мен қазір бүгін кітап оқысам ба деп тұрмын. Қазір көрсетем қандай кітаптар. Не грустиді уже айтпай қойсам да түсінікті. Барлықтарыңыз білесіздер алдыңғы видеолардан. Сосын мынаны оқысам ба деп тұрмын. Бизнес мод, начни свой бизнес деген. Өте керемет кітап. Болу керек, әрине оқып көрген жоқпын. Былай бастамаларын оқып, парақтарын оқып көргенмін. Енді былай кірісіп оқып көрген жоқпын. Алла қаласа осыған кірісіп оқып көремін. Екінші кітабым Негристиден кейінгі. Одан кейін Дональд Трампты таңертең көрсеткен болатынмын. Думай как чемпион деген. Бір-екі бетін оқыдым. Мені тартқан жоқ, шынын айтсам. Онша қатты ұнамады. Дональд Трамптың басқа да кітаптары бар еді. Керемет, мынау онша емес сияқты. А вот Барак Обама жайлы 15-ші бетте начало новой эпохи. О, Стивен Кинг. Стивен Кинг туралы. Стивен Кинг өте көп кітап жазған кісі дейді. Иә. Инновация, важность командной... осы керек маған. Важность командной работы. 27-ші бет. Осы бетті оқимын мен. Басы келген тұр. Жоқ, басын оқыдым, маған онша тартқан жоқ. Маған негізі өзіме қатты тартпаса кітапты бастан аяқ оқымаймын. Қажет жерлерін ғана оқимын. Өйткені уақытымды босқа құртқым келмейді. А мысалы не грустиді, бірінші бетінен, даже бірінші бетінен түгелі мына, даже бетке саналмайтын жеріне бастап оқып шыққанмын. Барлық жерін оқып шыққанмын. Өйткені өзімден татады, өзіме жақын, өзіме ұнайды. Сондықтан бір бетінде қалдырмай оқимын. Ал мынандай кітаптарды маған керек деген жерлердің мазмұнынан қарап оқимын. Дайте шанс своему лучше я. 5-я страница. Тут даже стикеры есть. Біз Лаураны күтіп алуға шығып бара жатырмыз. Ол балалармен келе жатыр. Не үшін келе жатыр? Тұсауын кестіруге. Иә, осы кісі тұсау кесетін болады. Қара! Кім мынау? Мынау кім? О, Лаура келді. Кім мынау? Мына бала кім? Мінекей бізде бүгін мынандай әдемі торт.
Жаңа ғана оформлениесін жасап біттім. Мен мында палау жасап жатырмын. Сәбізін салып қойдым екен. Асығыс болған кезде Алматурадан лайфхак. Өте уақыт тығыз кезде, тіпті ішін тазалауға уақыт аз кезде жасауға болады. Былайынан кесеміз. Және де тарелкаға саламыз да. Былайынан жылжытамыз. Мінекей. Жанына бананымызды, жүзімімізді, қалған заттарымызды қоя береміз. Дайын. Бананды сыртын жуып, осылай салдым. Бұл уақыт өте тығыз кезде, қазір мүлде уақыт жоқ, даже видео түсіруге уақыт жоқ, кетті міне. Жоқ, видеоға түсіріп алып отырып, алып жей берсін. Мінекей менің палауым дайын. Мен қазір араластырып жатырмын. Араластырып салып, дастарханға ұсынатын боламын. Біз кешкі ас ішеміз, астарыңыз дәмді болсын. Мінекей қараңыздар, неткен керемет жастық. Лаураның сыйлығы. Мінекей кәдімгідей компьютерный вышивкамен аттарымыз жазылған. Өте керемет, прям ұнап тұр. Күшті. Очень мило. Сонымен достар, бүгінгі влогты аяқтағым келіп тұр. Бір жағынан бір түрлі сияқты күнде осылай шай ішіп отырып влогты аяқтаған. Бірақ бірте-бірте осылай бір-бірімізге үйренсеміз. Баршаңызға қайырлы түн. Біз қазір шай ішіп аламыз. Содан кейін маған монтаж жасау керек. Монтаж жасап, сосын ұйықтайтын боламын. Баршаңызға қайырлы түн.